Балам, қандай ауырдың? Қаттырақ секіре ғой. Әкем қашан келеді? Асықпасаң келеді. Әкем міндетті түрде кеп қалады. О, балам кел ағай. Кімнің баласы? Неге кешіктің? Кел де кешкі ас ішейік. Ай, кешкі ас тоса тұрады. Ал таңғы болса тоса алмайды. Оп. Қанеке, кел ағай, кел. Балам, ыстық емес па? Соғып өте дәмді. Іша ғой. Ей, балам. Бұл кім екен? Түсіне ұқтасында кім болды екен өзі? Баланы ұстаңыз, мен ашып келейінші. Әкел. Ай, кімнің баласы мынау? Бұл кім? Халық комиссариаты, ашыңыз. Қайсын жесін? Бауыржан? Не қалды? Так, Құлқыбаев Бауыржан. Осында тұра ма? Бауыржан деген мен болам, я. Не болды жалпы? Сіз тұтқындалдыңыз? Қалай? Ордер. Не об жатыр, Бауыржан? Не об кетті өзі? Кімдерін алар? Азаматша. Сіз Сіз қателесіп жағаласпаңыз. тұрсыз. Мен күйеу партия мүшесі. Бауыржан. Қателесіп тұрсыз. Азаматша, сіз қоя тұрыңыз. Шетке қарай тұрыңыз. Кәне. Жүріңіз. Бауыржан, тоқта. Бауыржан, тоқта. Айгүл, уайымдама. Мен кінәлі емеспін, маған сенші. Бұл тек қана сынақ. Мен ешқандай кінәм жоқ. Балам саған аманат. Балама қарап жүр. Бауыржан, тоқта. Тездер, киімге шек алма. Так, Азамат Құлқыбаев. Кінәлі емеспін дейсің ғой? Жоқ. Қалай кінәлі емессің сен? Кеңес халқының жауысың сен білесің бе? Сүмелек, мен сен түрмеде шіртеп бұқтың ба? Сүмелек, бір қара. Сен кімсің өзі? Есіңде болсын, алты алаштың ұрпағы қазақ деген болады. Мен сол қазақпын. Елім деп ел жібек. Жаба аузында. Халқым деп халықтың қамын ойлаған. Қызын күн қылмаған, ұлын қол қылмайтын. Сенің мына 5-6 шапалағыңнан 1-2 оғыңа бола мына қазақтың Сүмелек, не айтыпсың сен? ешқашан жойылмайды. Мейлі мына қолыңе менің жанымды жұлып алсаң да мына қазақтың қазақтығы, қазақтың адалдығы әрқашан сақталып қалады.